Ағайын, дұғада болайық. Trunks are good here, trunks are good there. Buena suerte. Good luck. Сәттілік. Сонымен құрметті көрермендер, жекпе-жекте басталады. Барлық рәсім өтті. Головкин мен Альварес арасындағы жекпе-жекке Олимп букмекерлік кеңсесі келесідей коэффициенттер ұсынады. Головкин жеңеді дегенге 1.57, Альварестің жеңісіне 2.9 және тең нәтижеге 25 коэффициент ұсынып жатыр және ұсынып отыр. Бұл коэффициенттер сәт сайын өзгеріске ұшырайды. Сонымен бірінші раунд басталды. Қалай басталады? Көрейік. Бірінші болып әрине Геннадий Головкин жұдырығын жұмсады. Бірінші жекпе-жектегі емес, бұл жолы көбінесе барлауға кетеді. Бұлар неғұрлым асықпайды бүгін. Бірақ әр соққылар жойқын болатыны айдан анық. Канело қашудан емес, рингтің ортасына тұрудан бастады. Және айқын ашық айқасқа кірісті. Алдыңғы жекпе-жектегі шегін шектеп жүруші еді. Қазір олда алға ұмтылатын секілді. Головкинге де керек осы бұл. Екеуі көп нәрсен көпті күтпей ашық айқасқа кірісейін деп тұрған сияқты. Канело деген дауыстарды естіп жатырмыз бәріміз. Бұл дегеніміз екі жақтың да жанкүйерлері өте көп. Канелоның да қаймығатын түрі жоқ. Қарсыласын әбден зерттеді, біледі. Екеуі де бір-бірінің қыр-сырына әбден танып, екеуі де нағыз бабында әбден қайрау жеткен. Канело бұл жол тактикасын өзгерткені көрініп тұр. Шегініп жүріп соққы жасап атқан жоқ. Жалпы рингтің шаршаланың ортасына тұрып алып, ауыр соққыға көшті. Негізінде өзінің бұрынғы стилі осындай еді, ортада тұрып алып, алға үнемі жүріп отыратын, шабуылды үдете түсетін, сәт сайын. Бірақ Головкинге қарсы бірінші жекпе-жекте басқа тактикамен шыққан еді. Головкин айтқандағыдай аяқты қоса бастады, техникаға көше бастады. Жалпы ол техниканы алып жүретін болса өте дұрыс. Асықпау керек. Жеп-жеппен жақынап келіп оң қолдың боковойын алып келетін болса, сол қолмен ішке көтеретін болса, тамаша комбинация болады. Осы жеп-жеппен оң қол боковоймен оң қол қапталдан алып келіп, үстін алып келіп түсіру керек. Шегелеп отыру керек, оң қолмен сәт сайын түйіндеп шабуылды. Тосын сый болар ма екен? Бүгінгі жекпе-жекте. Канело жалпы тактикасы қатты өзгерткен екен, алғаға жүруді көздеген екен. Өйткені бастағаннан бері алғары жүріп келеді. Және де айқын басымдықпен жеңісі келіп тұр Канелоның. Бұл қаншалықты тиімді Головкинге? Альварестің алға ұмтылуы. Ол бізге барынша тиімді, өйткені Генаға өте ыңғайлы алға жүретін қарсыластар. Бірінші раунд аяқталды, бірінші раунд артта қалды. Қандай пікір айтасыз бірінші раунд бойынша? Бірінші раунд бойынша тең дәрежелі өнер көрсетті, екеуі де. Жақсы жекпе-жек болды. Жалпы бірінші раунд жалпылама барлау болып десе де болады. Екінші раундтан бастап Геннадий қосады деген ойдам. Өйткені бірінші раунд тек қана барлау болды. Aquí cerradito y empiezo a llavear para empezarlo a abrir. Головкин мен Альварес арасындағы жекпе-жекте Олимп букмекерлік кеңсесі келесі коэффициенттер ұсынады. Головкиннің жеңісіне 1.53, Альварестің жеңісіне 2.66 және тең нәтиже 15 коэффициентке қалған екен. Тұрып ал дейді. Тұрып ал дейді. Артқа шегінбе дейді ғой. Бапкердің айтқанын орындауға кірісті. Геннадий Головкинде. Екінші раунд.
жекпе-жек ортада болатын сияқты. Ашық айқас. Елдің күткені осы. Трипл J деп айғайға көшті жанкерлер қолдауға. Бана айтқандай каналдың алға жүргеніне Геннадийге өте қолайлы. Міне оң қапталдан келген астынан көтерген соққылар дөп тиіп жатыр. Өз тие беретін болса жаңағыдай тамаша шешім жасап Бір қалды. соққы жіберіп алды өзі. Бір апперкот тамаша кетті. Альварестің Бағанағы айтқандағыдай астынан көтеретін апперкот қой. Сондықтан сол апперкоттан сақ болу керек. Бас деген қабыл емес, бас сақтау керек абай. Бағана айтқан астынан көтеретін оң қолдың апперкоты. Содан сақ болу керек. және өте жылдамдықпен жұмсады екі соққысында. Және бір соққымен шектеліп қалып жатқан жоқ Альварес. Серия жасап жатыр. Альварес мүлдем техникасы, тактикасын өзгерткен екен. Жалпы бұл екінші раунд, әлі бастама. Бәрі Геннадийге жақындатпау керек, арақашықтық сақтау керек. Джеппен ұстап отырып, оң қолмен астан көтерсе Геннадийге де тамаша болады. Алдын қол керек Геннадийге қазір қандай. Осы керек. Сосын оң қолды қосу керек. Астынан, жәннен, қапталдан, оң қапталдан. Міне, осы. Осы джеппен тастап, оң қолмен астынан. Қызықты тартысы жекпе-жек болып жатыр, ағайын. Екеуі де қайтатын ойлары жоқ. Екеуі де ортада тұрып алған. Ашық айқасқа кірісті. Альварестің де дайындығы ерекше екен. Шынында да Тамаша соққы сол қапталдан. Міне, екіншісі де өтті. Тамаша. Енді қайсы жақсы айналған 8-9 раундта сол кезде белгілі болады енді. 10 seconds, 10 segundos. және оң қолын көп пайдаланып жатқан жоқ әзірге Головкин. Қалай ойлайсыз? Әрине, көп қолданып жатқан жоқ, өйткені бұл жерде қауіп төніп тұр. Сол қауіп төніп тұрған кезде қарап отырып, сәті кеңес тастамасаң, жайды лақтыра беретін болсаң, ол өте қауіпті еткені қорғанысын ашылады ғой. Анымен дегенше осында қызықты жекпе-жектер өте тез өтеді. Қас қағым сәттей байқамай қаласып болып жатқан. Қызық емес жекпе-жектер көрген кезде кейбір ойланып отырасың, қашан өтеді екен деп, қашан бітеді екен деп. Мынандай жекпе-жектер болатын кезде байқамайсың. Ардақты ағайын, телеарна алдында отырып, жанкүйер болып, қолдарыңызды лақтырып жатқандарыңыз болса, былай ұр деп жатқандарыңыз болса, жылдамдықтарыңызды үдетіп, жақсылап кірсіңіздер, күш керек, қолдау керек, сондықтан да дұғада болып отырыңыздар. Мінекей сол қолымен ұрған соққысы өткізіп алған екен Альварестің. Және кішкене қозғау керек дейді. Қарсыласты арлы-берлі қозғау керек дейді. Кішкене ашу керек дейді. Әйтпесе дәл осы тактика, дәл осы мәнерде Альварестің кішкене күш алып кеткен байқалатын секілді. Әлі де тең келе жатыр екі боксшы. Геннадийге алдын қолмен дистанцияда көп ойнау керек, өйткені бой ұзын, қол ұзын, арақашықтық сақтау керек, жақындатпау керек. Ең бастысы апперкотты қарап отыру керек. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрі де сіздер үшін. Тамаша екеуі де керемет айналғаны көрініп тұр. Қаймығатын екеуі де қаймықпай. Қаймығатын ешкім жоқ. Қаймығатын ешкім жоқ. Осылай аяқта кішкене көбірек аяқ керек. Дұрыс болатын шығар. Аяқ керек, жеп керек. Арақашықтық сақтау керек. Бірақ енді аяқта да көп ойнаған боксшы тез шаршап қалады ғой.
Жоқ, шаршамайды. Аяқта соқ қалғаннан аяқта жүрген дұрыс қой. Соққы жібермей, соққы дартпай, соққы беріп отқан аяқта жүріп олды, сол дұрыс болар. Енді ойсыз бокс орға жығады деген сөзі бар еді. Қыдырбек Рысбек ағамыздың. Қарап тұрсақ, қос боксшының ойы да, жұдырықтары да оқтай ұшқыр екен. Не болса да бір нокаут болатын сияқты енді. Өйткені ашық айқасқа барды, ашық айқастың арты қиын. Бұған дейін енді бірінші жекпе-жектен кейін біраз сынды айтылып еді Альвареске. Кішкене қашқақтап жүрді, шегіншектеп жүрді, аз соққы жұмсады деп, содан нәтиже шығарған секілді. Соққылары да аз емес қазір. Бұл жерде ең қызығы енді кім аяғын айдын жетеді. Сол ғой. Кім шыдамды, кім төзімді, кімнің функционалдық дайындығы күшті. Соған байланысты ғой. Өйткені бұл тек қана әзірге 3-ші раунд, ал қаншама күш кетті. Қызықтың бәрі алда. Негізі жекпе-жек өте жоғары қарқында басталды. Бұл қарқында соңына дейін сақталып қалар ма екен? Жоқ, өте қиын болады. Бана айтқандағыда 7-8-ге жетер Канело. Ары қарай. Арасында енді 1-2 раунд демалып алады, сол демалған сәтті пайдаланған дұрыс болады. Үшінші раундта Головкиннің қимылы көбейді. Қимыл қозғалысы. Бірінші нөмірде қазір Альварес жұдықтасылды. Келсесіз бе? Үшінші раунд Альварес тек қана алға жүрумен болды. Соққылар көп жасады. Бірақ енді оның көбісі дарып деп айтамайым. Енді алға жүргені жүрді, бірақ енді соққылар дарып деп айтамайым. Бірақ Геннадийге қосу керек кішкене, және соққыны көбейту керек сияқты кішкене. Көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы, Технодом бәрі де сіздер үшін. Соққыны көбейту керек Головкинге. Қозғалысты да көбейту керек кішкене. Бірақ дегенмен үшінші раунд әрі бар алда. Ардақтаған, тұғада болыңыздар. Ғасыр жекпе-жегі болып жатыр. Ұйықтап жатқан кісілер, бауырларыңыз болса оятыңыздар, телеарна алдына келіп көрсін. Тұмсықтан оңдырмай түйіп кеткен екен Головкинде сол қолымен. Тік соққысы дәл дарыған. Қарсыласы ол кезде апперкот ұрып жатқан екен, астынан көтеріп, және сол соққыдан сытылып өтіпті. Жаман емес, бастан қасы. Тамаша бастады Геннадий. Алдың қолы жептер өте бастады. Екі жеп десе де болады. Қарқынның күшейтетін секілді осы раундта. Геннадий қосты. Тамаша соққы оң қолмен. Тікелей соққан соққысы дөп дейді. Алдын орап кетті қарсыласының. Қозғалу, осылай уклон. Еңкейіп болып қалып тигізбей міне. Қорғанысқа қатты көңіл бөліп аяқты қос көрік және. Және де жеппен арғашықтан ұстап отыр көрік. Жақындатпай. Тамаша басталады Геннадий. Міне. Сол қапталы соққан соққысы дөп дейді. Қорғанысқа жақсы көңіл бөліп тамаша болып отыр осы бастамасы. Мерзімнен бұрын аяқталып қалуы мүмкін осы жекпе-жек. Тамаша. Джептері тамаша өтіп жатыр, және оң қолмен түйіндеу керек секілді. Тамаша. Міне, нокдаун болды мына жерде есептеу керек еді. Бұндай соққыларға есеңгірей қоймайтын шығар Альваресті. Есеңгіреді. Жақсы тиді. Тағы бір жаңалды дөптетін соққы болса құлатуға да болады. Тамаша. Төреші екеуіне өздерін шешіп алыңдар деп берген сияқты. Барлық мәселені араласып жатқан жоқ. Екеуде азаматтық танытып жатыр, ешқандай клинчке барып жатқан жоқ. Жалпы 4-ші раунд өте тамаша басталды біз үшін. Қазір Олимп букмекерлік кеңсесінде де коэффициенттері өзгеріп жатыр. Бірнеше раундтан кейін Головкиннің жеңісіне 2 коэффициент ұсынуда, ал Альварестің жеңісіне 1.96. Тең нәтижеге 11 коэффициент ұсынып жатыр. 4-ші раундта Головкиннің қарқыны күшейді, сөз жоқ. Менің жорамалым осы ғой. Канело 7-8-де шаршап 9-ға таман нокаутқа түседі деген осы.
Өйткені қарқыны төмендей бастады. Бойда бұрынғыдай күш қуат жоқ. Жүйке тозған. Ал Геннадий өз бабында кешеде бүкіл отын ішінде сақтап, күшін отын ішінде сақтап қалып, соны шаршалаңға шығарып жатыр. Эмоциясының барлығын шаршалаңға шығарады. Ол баршаңызға мәлім болса керек. Тамаша. Орайлы сәтті күтудің де сан соқтыратыны бар ғой кейде. 10 seconds. Көппей 4-ші раундтан бастап іске білек сыбана көшті Геннадий Головкин. Және бұл раундта аяқталды. Тамаша. Гонктың даусынан кейін бір соққы жұмсап үлгерген секілді Альварес. Технодом көрсетілімнің басты демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәріде сіздер үшін. Қазірінде Андре Санчес қандай аяқтайды керек. Now when you throw that good jab, give me a jab right here too, okay? And you gotta be lower with those shots. You understand? Lower. I don't want them on top. Okay. Жаңағы айтқанымда жеп-жептен кейін артын қорытынды деп отыр. Оң қолмен шегелеп қорытындап отыр деді. Жеп-жеп оң қолмен қорытындап отыр деді. Және де осы темпті түсірме қорғанысқа жақсы көңіл бөліп отыр. Жалпы осы соққы ғой сіздің айтқан жаңағы есеңгіреді ау деген сөз. Осындай құлақ шекеден маңдайдан тиетін соққылары Геннадий Головкиннің тіпті тесіп өтетін секілді көрінеді. Канелоның келіншегі мен қызы болу керек. Отбасы, Канелоның отбасы сын бір көрсетіп өтті. Жалпы жақсы жұмыс істеп, Альварес мақтап өтті. Осылай араш сақтап отыру алдын қолмен. Алдын қолмен тек отыру. Ос, тамаша. Тамаша. Астынан және соғылдан соқ апталдан алып кеп отса, екеуді өтіп жатыр. Көбіне сол басын нысанаға алып жатыр. Әрбір соққысын басына жұмсауда. Әлде сол денеге, бүйірге, бауырға соққылар көрмей отырмыз. Және тура ұрған бір соққысын жіберіп алды Головкин. Альварестің шегінетін ойы жоқ әзірге. Тактикасын 100% өзгерткен екен өткендігіне салыстырғанда. Арқасын арқанға тіреп алып, қорғанысты күшейтіп, қарсыласын бір босатып алып, арасында ауыр соққыларын нықтап отыратын еді. Ол тактиканы көрмей отырмыз қазір. Геннаны қыспаққа алып бұрышқа қарай жақындатып жатыр. Тактикасын өзгерткен екен бұл жолы жекпе-жекке. Геннаға да сақ болу керек кішкене. Өте ауыр, өте шиеленісті, қызық тартысты жекпе-жек болып жатыр. Тең дәрежеде өтіп жатыр. Терезесі тең қарсыластар. Соққыға соққымен жауап қайтаруда. Мінекей қазір Альварестің жептері тамаша өтті. Геннаға тұрмау керек орында жеппен арғашы сақтап алыстан атып отыру керек. Ең басы оң қол астынан соғыл жәнен аяқтап отыру керек. Осылай ұстау керек арғашы, осылай. Мінекей сериал соққылары бұл жолы ауаға арнап қалды. Альварестің қолдары. 10 seconds. Тамаша жекпе-жек. Қандай шиеленісті. Өте қызық болып отыр.
5-ші раундта артта қалды. Құрметті көрермендер, көрсетілімнің бас демеушісі Технодом компаниясы. Технодом бәрі де сіздер үшін. Ánimo, güey, ¿eh? Eres más joven que él, Өте Saúl, ¿eh? жылдам өтіп кетіп жатыр. Көзді ашып жұмғанша мінекей 5 раунд артта қалды. Тіпті Канелоның қабағы кеткен екен, сол қабағы. соқ тиді ме, Головкин бас тиді ме, қалай болды екен. Осы 5-ші раундта жарылған сияқты қабағы. Қазір қайталауды көреді I'm боламыз. making a fight. We cannot sit outside. Let's wear his ass out. Let's knock him out, all right? Come on. Қос деп жатыр, қос деп жатыр. Бұл раундына көңіл толмаған көрініп тұр. Иә, мына джептен кейін қабағы жарылған екен. Альварестің құлашта бұрған мына соққысы дәл құлақ шекеден тиген секілді. Головкинге де 6-ші раунд бел ортасына жетті бәсеке. Ал Геннадий қос. Әрине біздерге айту оңай. Телеарнаның алдында отырып, бірақ дегенмен де тақым қысып сәттілік деп отырмыз. Дұғада болыңыздар ағайын. Қосу керек Геннадий кешкене. Аяқты қосу керек. Жепті көбейту керек. Оң қолды астынан, сол қаптардан қосып отса. Аперкоттарын көбейтті қазір Альварес. Осы сәттерді пайдаланып қалуға болады. Басы ашылып қалады ғой. Ондай жекпе-жектерде үнсіз көруге әрекет жасайсың, өйткені сондай қызық болғандықтан бір айтып қосар ештеңе кейбір кезде ештеңе болмай қалады. Екпіні қарқыны тежелетін түрі жоқ. Альварестің негізі арасында 1-2 раунд кішкене тізгінді тартып жұдырықтасатын еді. Әлі пауза ұстайтын кезге жеткен жоқ қой. Бұл әлі 5-ші раунд қой. 9 дегенім сол ғой. 6-ші раунд. 9 дегенім сол ғой. Әлі алда 3 раунд бар. Бабы түсу керек. Жылдамдығы түсу керек, төмендеу керек. Головкиннің де қимыл қозғалысы баяулап қалған секілді. Солай көрінеді. Бұл да бір тактика шығар. Тактика, бұл да бір тактика. Осын жасау керек, аяқта, кішкене аяқта. Жеппен. Ара ашық сақтау керек. Міне, осы жұмыс керек бізге. Бұл раундты кішкене демалыспен өткізген секілді. Головкин аса көп белсенді бола қоймады, бірақ есе жіберді деп тағы айта алмаймыз. Кеңінен еркін көсілуіне мүмкіндік беріп жатқан секілді қарсыласының, бірақ жепті ұмытпайды әрине. Альварестің қозғалысы баяулай бастады, байқағандай. Бәрі алда. 6-ші раунд артта қалды. Құрметті көрермендер. Así, güey. Póngase bien. Listo, cabrón. Agarra aire. Сіз қалай айттыңыз жаңа? 6-7 дедіңіз бе? Иә, 6-8 раундтың арасында Toma aire. нокаут болып қалатын шығар деген ой болған. Көрейік, енді 6-ші раунд аяқталды. Қазір 7-8-ді күтеміз. Содан кейін біздің де бұл жағымызға жақындап қалармыз. 9-11 раундтың арасы дедіңіз. 9-дан бастап шаршайды. Баяулығы түсіп, баяулай бастаған кезде, сол кезде Геннадий қосады. Жалпы ғалым тордың барлығы 6-7 деп жазатқан байқап отырмын. Рахмет жазбатқандарыңызға. Егеменде солай болған қалай. Майк Тайсон. Мінекей, Темір Тайсон да осында.
байқай беріңіз, осыдан ақ біле беруге болады бұл жекпе-жектің маңызын, мәнін. Екі жігіт ашық айқасқа кірісті. Ешкім аяныватқан жоқ. Бір жақтан Мексика болса, артына тұрған бір жақтан Қазақстан. Ширатылған арқандай шиыршық атып тұр, екеуі де. Сен түр мен атайын болып жатыр екеуі де. Түйенің тұжаламай құмары қанбас дегенде, енді жанкүйерлерінде нокаут көрмей айызы қана қоймайды ғой. Ол рас, ол рас. Бірақ өте тамаша тартыс болды. Мінекі екеуі де сол қолдарымен соққы алмасты. Ауыр соққы болды екеуіне де. Екеуіне де есеп ашылмайды, бірақ бір-бірін ауданнан болады деген осы шығар менің. Бір есеңгіреп қалды екеуі де. Үстінен басып ұратын соққыларын көрдік, бірақ әлде болса сол бүйірден, бауырдан ұратын соққылар жұмсап жатқан жоқ Головкин. Бірінші кездесуде де мүлдем ондай әдістерін көрмей едік, комбинациялар. Жылдамдықтарда жекпе-жектің аяқ алысы өте ауыр болып жатыр. Өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Бірінші жекпе-жекпен салыстырғанда Канело көп соққы жұмсап жатыр. Бұл әрине төрешілердің шешіміне, егер 12 раунд түгел өтетін болса, көп әсерін тигізуі мүмкін. Арасына демалықтамыз батқан жоқ. Жылдамдықты кетіп батқан жоқ. Ешкім демалысқа бөліп батқан жоқ. Тек қана соққы болып отыр. Тамаша. Жақсы, осы 7-ші раундтың соңғы сәттерінде Геннадий Головкиннің бірнеше соққысы дәл тиді. Әлде тиюде. Тамаша. Соңғы соққы Генаның артында қалды. Генамен қалды. 7-ші раундта. Ал енді нағыз шешуші сәттер басталады. Ал чемпиондық раундтар ол 9-дан кейін басталады. Чемпиондық раундтар 9-дан кейін басталады. Ал ардақтаған жақсылап жанкері болайық, аянып қалмайық. Еліміздің намысын қорғатқан Геннадий Барымызға жанкері болайық. Жерлесімізді қолдай отырып, дұғада болайық. Тамаша жекпе-жек. Екеуді аянып қуатқан жоқ. Екі елдің мықтысы барып салбады. Мына соққымен жауап берді Альварес. Соққыға соққымен, жұдырықпен жауап қатып жатыр. Екі боксшы да аянып қалатын емес. Екеуі де бұл белгілі жайт. Ал 8-ші раунд басталды. Ардақтаған шамал ғана. 4 раунд қалды небәрі. Енді аянатын уақыт жоқ енді. Тек қана жұмысқа кірісу керек. Білекті түріп тұрып. Әлі де 50-50. 50-50. Екі жігітте шаршалың ортасына тұрып айқасқанды жөн көрді. Және де ашық айқасты қалап отыр екеуде. Бұл жерде кім жақсы дайындалды, кім дайындығы жақсы, кім соңынан іштеді, сол жеңіске жетеді енді. Қазір көп соққы жұмсап жатыр Альварестің, және соққыларының көбі дәл тиіп жатыр. Головкин жылдамдықты азайтты. Қимылы да баяулаған секілді.
кішкене тынығып алуды жөн санадым әлде. Шиеленіс жекпе-жек Геннадийға орнына тұруға болмайды. Аяқты қосу керек. Аяқты қосып, жеппен қарағашықта боксысқан жөн болар. Тамаша соғы апталдан. Соғы апталдан, оң апталдан қосу керек іштені. Жойқын соққыларды қосу керек Геннадийға. Аяқты қосу керек. Осы соққылар көп керек. Аяқты қосу керек іштені. Оны, каналдан қол жетпейді. Екі жігіттің де жақтары мықты екенін көрініп тұр. Қаншама соққы болса да сес беретін емес, білдірмейді. Осы раундта біраз соққы дарытып алған секілді Головкин. Альварестің шаршай бастағаны көріне бастады. Шегіне бастады. Қалай шегінеді, Геннадий алға жүреді. Бізге де керек сол. Басын шайқап қояды Головкин. Бар осыма деген ғой. Төзімді айтар жоқ. Екі жігіттің де жағы мықты. Өзіңіз айтпақшы соққы көтере біледі. Дәл осы қарқында жалғасып аяқталатын болса, тағы да тең нәтиже тіркеліп қалу әбден мүмкін. Жоқ. Бүгін тең нәтиже тіркелмейді. Бүгін шешім болады бүгін. Тамаша жекпе-жек, тамаша. Жігіттердің ерлігіне сүйсінгеннен басқа ештеңе қалып жатқан жоқ. Okay, very good. Тамаша жұмыс That's the істеп kind ана. of line I want. Right here, G, right here. Енді қандай қадамға бару керек Головкинге? Гена, все, только так, 9-й раунд, Гена, только так. Міне, осылай боксасы. Тек қана осылай. Okay, you gotta keep working him the whole round. The jab is great, but you gotta mix it up. That shot on Оң top is good. көзінің асты Touch him on the көгеріп sides қапты, too. сол Open him көзінің up. асты Come қызарған. on, baby. You can't Осы rest that. раундта Come біраз on, Gena. Deep breath. соққы жіберіп Бля, Ген, алды. только так, 9-й раунд. Velocidad, moviendo la cintura. Жақсы ойнап жатыр Геннадий. Осы раундта жақсы ойнап шықты. Осылайынан жұмыс істеп отырса, және де сәл қосу керек сияқты әлде. Сәл қоспаса, айқын басынып болмаса, сәл қиындау болады. Альварестің анасы соңғы раундтарға бір құрған жоспарлары бар секілді. Головкиннің. Regresa las manos rápido Пакермен. cuando pegue. Анасын жүрегі, қайсар жүрегі қалай шыдап отыр екен. Бірінші раундта да бірінші жекпе-жекте де болған. Сонымен 9-шы раунд. Басталып кетті. Ешқайсының қашатын ойы жоқ. 4-ақ раунд қалды осы раундты қосқанда. Ешқайсының қашатын ойы жоқ. Now go on, go. Ортаны таңдаған екен екеуі де бүгін. Нағыз батырлар, нағыз азаматтар. Тамаша. Керемет соққы. Өзі де жіберіп алды. Сақ болу керек. Соққыда ген қорғанысты ұмытудың қажеті жоқ. Ұмытпау керек шынында. Жаңағыдай тағы бірнеше шабуыл болса. Альварес те қорғанысты күшейтті. Сезді. No punch. Шаршай бастады. Бенчке барды. Тамаша. Ауыр соққыларын күшейте бастады Головкин. Оң қапталдан алып келгенмен сол қолмен астынан апперкот көтеру керек. Сол апперкоты болмай жатыр, Сол апперкот қосса тамаша өтетін еді. Мүмкін шешіппей қалатын бет. Мүмкін қосады қазір, әлде алды ғой. Бізде кресін еді, мысалы сол қолды сол қаптан алып келсен, оң қолды астынан көтерсін апперкот, тамаша өтеді. Болмаса оң қапталда сол қолды астынан көтерсе, тамаша өтеді. Соны жасау керек, көп жасау керек соны. Ақырын жақын арғашықта ұрысқанды қаласа, соны істеу керек. Міне,
Енді астынан қосу керек. Екеуі аяғын атқан жоқ. Азамат. Ya 9-cı raundda күшейтті қарқынды Головкин, бірақ мына бір соққысын жіберіп алды. Тағы да бір мәрте. Тамаша тиді. Соғаптан соққан соққысы тиді. Клинчке барды. Бұл енді дұрыс емес енді. Ашуға белуге болмайды. Сәт сайын жекпе-жектің температурасы көтеріліп келеді. 10 seconds. 10-cı, 11-cı, 12-cı raundlarda tіпті. Тартыстылы 9-cı raund аяқталды. Тағатсызданып күткен жекпе-жегіміз ғасыр жекпе-жегі аяқталуына Otra vez. жақын келе жатыр. Ya está listo, ya no trae nada. Siéntese, mijo. Жақсы ойнап шыққан секілді осы раундта. La goma. Ya está, ya. 9-cı raundda Геннадий Головкин. Los de campeonato. Қазір Mijo, siguen 3 rounds, hay que hacerlo con velocidad, con inteligencia, güey. Sí. Ya está bien lento, ya puedes llavearlo 2-3 veces y no va a haber ni una. Y el Va a remate salir el derecho, primer minuto, acuérdate que sale fuerte. No empieces a querer cambiar golpes. Табағының жарылған No жері tienes тиіп necesidad, барады. bloquealo, encónchate y empiézatelo a acabar a los hombros. Бір-екі соққылар таңдайын қайталап. Slow motion. Екеуі де мықты. Ал, бісміллә, 10-шы раунд басталды. Сәттілік. Қарқынды күшейту керек. Геннадийге сәл де болса да қосу керек. Бірақ жалпы дегенмен жекпе-жекті тамаша өткізіп жатыр. Шаршаланда қос мықты, қос елдің батыры. Екеуі де апперкотқа көп мән беріп жатыр. Янып қалып жатқан бокстарды көріп тұрған жоқпын. Тұрмау керек. Сәл аяқты қосып, алыстан жіппен атып отырып, банағда ішке басқа жаққа астан көтеріп. Тамаша. Қорғанысты ұмытқан жоқ бұл жолы ең бастысы. Міне, тағы да қорғанысты. Осы керек. Қорғаныспен және соққы. Қорғаныс соққы. Соққы қорғаныс. Тамаша. Тамаша, міне, аяқты қосты. Осы жұмыс керек, басқа ештеңе жоқ. Бұл же канулан шамал қосыл, міне. Тамаша, екі қолмен де ұрған соққысы. Енді қарқынды осы жерде күшейту керек секілді. Бірақ Канело да қазір жылдамдықты күшейтті. Ал енді ашық айқасқа кететін сәт. 1,5 минут бар әлі 10-cı раундтың аяқталуына. Тұрудың қажеті жоқ тек қана. Жаңағыда аяқпен, жіппен. Кішкене теңселгендей көрінген, бірақ бойын тіктеп алған екен. Альварес өзі шабуылға көшті. Тұрудың қажеті жоқ. Аяқпен, корпуспен кетіп отырып, жіппен ұстап отырып. Оң қапталдан ұрдың, сол қолының астынан көтеру керек. Болмаса сол қапталдан ұрдың, оң қолының астынан көтеріп, қорғаныс көңіл бөліп ары кетіп қалу керек. Тамаша. Міне, сол қол астынан көтеру осы жерде. Екі керек, екі. 1-2. Тамаша. Алдын қолын жебі жақсы дейді, тағыла дейді. Break no punching. He didn't. Шаршады екі боксшы да. Оңай емес. Оңай емес әрине. Қандай дайындық болса да осыншама соққы жасап. 10 seconds.
осыны үдете беріп қоса беру керек Геннадийға. Тамаша. 10-шы раундтың концовкасын алып кетті. Жарайсың Азамат. 10-шы раундтың аяқ жағын жақсы қосты. Соның арқасында 10-шы раундты жеңді десіле болады. Тамаша. Канелоның шаршап атқанын білініп жатыр. ¿Te lastimó? ¿Eh? Son 6 minutos, hijo. Hazlos más rápidos. Moviendo la cintura, no arriesgues, mijo. No arriesgues a cambiar golpes a lo tonto, Saúl. ¿Ya ganamos? Me estás escuchando, lleva la pelea bien. Sí. Vas bien, no quiero que te ponga, no lo vas a poder noquear. No lo quieras noquear, Әр cabrón. бапкерлерде өз кеңестерін беріп жатыр. Аянып қалатын жо-жоқ екенін түсіндіріп Simple, жатыр. simple stuff. Jab, right hand, a little hooker with the right hand. Короткий, длинный, Ген, короткий, длинный, блядь, потерпи, Гена. Deep breath. Міне, Deep breath. алдың ғой мен. Арақашықты ұру керек. Тамаша. Жалпы 10-шы раунд тамаша өтті. Иә, қорғанысты ұмытқан жоқ 10-шы раундта. Қарсыласының қарсы шабуылдарынан сытылып шығып кетті. Сонымен 11-ші раунд басталды. Бар болғаны 2 раунд қана қалды. Соңғы нағыз чемпиондық раундтар басталды. Осы жерде кім боксшы да тартынып қалатын емес. Альварес шаршаған секілді. Осыны пайдалана ала ма жоқ па Головкин? пайдалану керек осы. Әрине Головкин де көп күш жұмсады. Жалпы осы жерде нағыз өзін көрсетіп, мінезін көрсеткен Азаматхан жеңіске жетеді. Аянатын жер жоқ. 2 раунд қалды. Барын салу керек. Альварестің шаршағанда көрініп тұр. Тактикасын өзгертті. Иә, бұрынғы әдетіне көшті. Альварес арқасын арқанға тіреп, шегін чектеп жүрді. Енді бұл шаршағанның белгісі ғой. Бағандан бері 10 раунд бойы алға ұмтылып жүреді. Қолыққа салуы да мүмкін, өйткені Геннаны ашқысы келіп жатқан сияқты. Бұрышқа тұрып, соққы жұмсаған кезде, ашылған кезде соққы жасағысы келіп тұрған сияқты. Бұл да тактика дейсіз ғой. Бұл да тактика. Екеуі де тәжірибелі спортшы. Тамаша. Тиді. Және қысымды күшейтіп жатыр Головкин. Тағы да. Қазір қарша жаудырды соққыларын. Тек қорғаныспен ғана әлек. Альварес жалғастыру керек. Тұрмау керек. Жаңағыдай аяқты қозғалып алыстан ату керек қатты соққылармен. Қалай болмаса да сүйсініп қарайды, жекпе-жек болып жатыр. Тамаша, сол қапталын жақсы өтті. Қайтала беру керек осыны. Осындай сериал шабуылдардың бір жалғасы болмай жатқан секілді. Головкин тарапынан 8 секунд қалды. Қосу керек, концовкасын беру керек. он бір раунд аяқталды. Соңғы 12-ші раунд. 9-11 раундтың арасы деп едіңіз, ол болжамда келмеді. Мықты екен екі боксшы да. Vamos ganando toda la pelea, güey. Haz una pelea 3 minutos inteligente. Como con velocidad. Көп қорытынды шығарған екен. Utilizando mucho tu llave, encónchatele aquí. Cuando te le hires es cuando le das oportunidad a él de que te golpee. Екеуі де өте жоғары дәрежеде кездесу өткізіп жатыр. No quiero que te Екеуі де sorprendas аянып un puto жатқан Дәл жоқ. осы тұста бас бұтты кімге берер едіңіз? Shots, okay? You have to be Дәл ready. осы тұста All right? Good jabs, good jabs. трио That right жасайтын hand better right here, like I шын said, айтамын. okay? Дәл Make осы sure we тұста turn, трио but we жасайтын. gotta stay Өйткені busy. жанкилер менімен келіседі деп ойлаймын. Өйткені расында әділ бағасы сол. Иә, тең дейсіз ғой. Енді бұл мен жеке ойым, келіспейтіндер болса әрине келіспейтіндер, бірақ трио жасайтын.
Бірақ жекпе-жек керемет өтіп жатыр. Сонымен соңғы раунд құрметті көрермендер. Нағыз айқас үш жерде болады қазір. Соңғы мүмкіндік екі боксшыда да әйтпесе тең аяқталып қалуы мүмкін. Нағыз ашық айқас осы тұста болады. Джебпен бастады Головкин тағы да 11-ші раундты жақындататын емес. Альваресті. Өт тамаша, мінекей оң қолмен астынан көтеріп ұрған соққысы. Нар тәуекел дейтін сәт қой. Соңғы күшті сарғитын сәт. Тоқтамау керек. Басын өте әдем бастады. Қай кезі болса жігіттігін танытады Геннадий. Кішкене тепе-теңдікті жоғалтып алды. Аяқ тайып кеткен секілді. Альварестің баспен соққы болды. Бір-біріне кешірім сұрады. Боксшы Дұрыс. Көтеру Геннадийге. Тамаша. Соққылармен кезек-кезек алмасуда. Енді осындай соққылар ғана шешеді жекпе-жектің тағдырын. Көп соққылар әйтпесе шыдамды, екеуі де төзімді. Бір-бірін құлата алмасын сезген секілді. Сол себепті көбірек соққы жұмсап қалуға тырысып жатыр. Небәрі қалған 1 минут. Енді төбелесу керек осы жерде. Қосу керек. Осы жерде аян болу керек, қосу керек осы жерде. Головкиннің де қабағы жарылды. Соңғы 20 секунд уақыт қалды. 20 секунд белсенді қимылдап қалуға тырысып жатыр екі боксшы да. 10 секунд. Тамаша. Тамаша. Керемет. Иә. Әлгінде ғана бір-біріне жұдырығын ала жүгірген қос боксшы енді 12 раундты толық аяқтаған үшін бір-біріне алғыс айтып құшақ айқастырды. Сонымен құрметті көрермендер, екінші жекпе-жекте 12 раундқа толық созылды. Кім жеңді? Қалай ойлайсыздар? Кім жеңді? Головкин бе әлде Канело ма? Бәлкім тең нәтиже тіркелген шығар. Төрешілердің шешімін күтейік, мұқият болайық. Ал қазір қос команданың өкілдері бір-бірімен Триоға ұласу мүмкін ба деп қоясың осылай. жұдырықтасып кеткісі кеп тұрған секілді. Не болса да төрештер шешеді. Ұласып кетуі, енді трилогияға ұласатын әу баста жоспарланған негізі. Бірінші жекпе-жектің алдында бұл қос боксшы 3 жекпе-жек өткізуге лайықты деп. Көрейік. Бірінші кездесуге қарағанда тың көрінді. Канело, ал Головкин өз деңгейінде жұдырықтасып шықты. Бұл да бір енді үшінші тарапқа өте тиімді ғой. Ұйымдастырушылар тарапына бұл қос боксшының тең нәтиже тіркегені. Қабағы, Геннадийдің де қабағы жыртылған екен. Нокаут көрмедік десек, одан басқасының бәрі болды. Нокдаун мен нокаут қана болған жоқ. Әйтпесе ауыр соққылар, қаншама комбинациялар. Бірақ
Нокауттан қарағанда қызық өтті жекпе-жек. Иә, өте тартысты болды, бір-біріне лайықты қарсыластар. Бұндай жекпе-жекті көрмегелі көп болды шынында да. Және осы жекпе-жекте де біз Головкиннің сол қабырғаның астынан бауырдан ұратын соққыларын тағы көрдік. Ja, Canelo da Головкин де жарады. Көпшілік күткендей тамаша жұдырықтас шықты. Ал енді тыңдайық төрешілердің бағалары. And here are the judges' scoring totals. Glenn Feldman scores this bout even, 114-114. Тең. Judge Dave Moretti and Steve Weisfeld have it 115-113. Your winner by majority decision and new WBC, WBA, IBO Ring Magazine middleweight champion of the world, Saul Canelo. Альвареске берді. Бір төреші тең нәтиже тіркеген, қалған екі төреші ұпай санымен Сауль Альварес жеңіске жетті деп есептейді. Мексикада үлкен той. Басқа не дейміз? Әрине, құрметті көрермендер, бұл үшін енді Головкинге өкпе айтудың, реніш айтудың жөні жоқ деп ойлаймыз. Қаншама жыл елдің абыройын асқақтатты. Бірақ енді жалындап тұрған жас боксшы Сауль Альварес бүгінгі жекпе-жекте қарқынды жұдырықтасты, қарымды болды. Оны мойындау керек. Және бірінші жекпе-жекпен салыстырғанда көп соққы жұмсағанында аңғардық. Төрешілердің де шешімі соны растайтын секілді. Бірақ енді айқын басымдыққа ие болды деп айта алмаймыз. Головкинді жеңілді деуге де қимаймыз, әрине. Жеңілді деуге келмейді. Жеңілді деуге келмейді дейді. Бірақ деген ай деген сәттер осындай кезде туындайды. Ауада қажет етпеген жеңіс. Жалпы бұл деген спорт, бұл жерде біреу жеңіледі, біреу жеңеді дегенде сәл көңіл-күй түсіп кетті десе де болады, өкінішке орай. Әрине көңіл-күйіміз түсіп отыр. Геннадий Головкин карьерасында алғаш рет жеңіліске ұшырады. Ал енді қазір жеңіспен жеңіс қатар жүреді ғой. Жеңіспен жеңіліс спортта қалай дегенде де бұл жеңілісті қалай көтереді, қалай қабылдайды. Сұхбаттарын тыңдайық енді. Қазір енді бұл триологияны айтатын шығар осы жерде. Байланысты көп нәрсе. Тағы бір реванш кездесу болатын шығар, үшінші жекпе-жек. On winning another classic middleweight fight. Did you think the fight was close in the 12th round? It turns out one judge gave you the 12th round, and that avoided another draw. No, mira, en mi esquina me mandó a cerrar el round para que no pasara lo de la pelea pasada. Fue lo que hice. Realmente estoy muy emocionado. Primeramente quiero darle las gracias
You know, my corner told me to close the round because it was a very tight fight. So that's what I did. But I'm very excited and very emotional. And I want to thank... Quiero darle las gracias a la gente que siempre Өзім creyó en риза mí. болып тұрмын, өйткені Estas жекпе-жек peleas son расында para ellos. тең жүріп Y que отты. viva México! I want to thank everyone that believed in me. And this is for them. And long live Mexico. Ал мереке құтты Canelo, болсын, you said you were мерекелеріңізбен training for a құттықтаймын дейді. knockout. You were supposed to be the counter puncher, but you came out as the stalker early. Why did you do that? No, es lo que le había dicho a la gente, no iba a ir hacia él. Es un buen peleador, no se dio Son knockout, negros, como lo dije, Copatas, un Miguel knockout no se Buzola, puede predecir una pelea, Onda mucho Ega, menos de este nivel. Salí a Onda hacerlo, Semar hice Mida. todo el esfuerzo, salí a noquearlo, pero no se pudo. Es un gran peleador, pero gracias a Dios llevamos la victoria y tenemos los cinturones para México. You know, that's what I did. I promised people I would go out to look for a knockout, but it's very difficult at this stage. He's a great fighter, but we tried to do it. But at the end, Біз obviously, I сегіз got the келді, victory. бірақ We істей got the victory. алмадық. We took this victory for Өйткені Mexico. күштік, ол күштік By midway through the боксшы. fight, however people were scoring it, it looked like it was your fight. Like you were doing what you wanted. You were winning the story of the fight. And you were landing vicious body punches. Maybe you would even knock him out. And right at the moment where it looked like he needed to come up with something, he rallied and won some rounds and seemed to hit you with big shots upstairs. What were you thinking in those mid to late rounds? No, sí, ganó algunos rounds, Жекпе-жектің ортасына қарай не ойладың дейді. estaba queriéndolo conectar fuerte, қызықты ganó шиеленіс algunos болды rounds, бізде. pero sabía que solamente eran combinaciones y pocas en los rounds, ¿no? Yo estaba haciendo mi trabajo y lo hice bien, gracias a Dios, en mi esquina. Hicimos un gran trabajo, quiero agradecerle a mi esquina. Como lo he dicho, nadie le quiere dar el crédito, pero es la mejor esquina del mundo. You know, again, he was connecting some punches, but they were few and far between, basically. And I was just following the instructions of my corner. And again, it was the opportunity, and I want to say a shout out to my corner. That is the best, absolutely best corner in the world of boxing. What is in your chin? Because you're saying he didn't hit you a lot, but late in the fight, he hit you with some huge shots. Сенің жағың And throughout қандай his болды? career, when Triple G Ортасында lands shots like қандай that, fighters соққылар crumble, тиді? and you Triple G-дің barely соққысына wobble. ешкім тең What is in келмесе. your chin? Mira, es un gran peleador, pero como lo dije, ¿no? Los rivales está la diferencia. Yo no soy cualquier rival. Yo soy un peleador de élite y aquí lo demostré. He's a great rival. He's a great opponent, but I said every fighter, the rival depends on the rival that you have. And I am a great fighter. I'm a great rival, and I showed it tonight. Canelo, you got the win Oda here, mıқты but it was боксшы. another close fight. It looked like it could go either way. Would you consider round 25? Mira, si la gente quiere una tercera pelea la hacemos, ¿no? Pero ahorita voy a disfrutar mi pelea, voy a disfrutar mi triunfo con mi familia, con mi gente y el ser campeón mundial de nuevo. If the people want another fight, we'll do it again. But for now, I'm going to enjoy the moment, enjoy it with my family, enjoy it with my people. But we'll do it again, no doubt. Canelo, Тағдастым, congratulations барлықтарыңыз on a демалыңыздар. scintillating performance. Мінекей, Tremendous win Альварес бір-ақ in сәтте another classic middleweight title абырой fight. атаққа Congratulations, кенелді. champ. Енді Muchas онсыз да gracias a toda la gente. атағы Hay que алысқа disfrutar la independencia de México. ¡Viva ұзаған México! боксшы Мексиканың тәуелсіздік күніне тамаша тарту жасады. WBA, WBC тұжырымдары бойынша әлем чемпионы атағын тартып алды Геннадий Головкиннен. Және оған қоса The Ring журналының чемпионы атанды. Және WBC тұжырымының арнайы дайындаған чемпиондық белбеуіне ие болды. Қалай дегенде де Геннадий жарады, аяғына дейін айқасты. Қолынан келген бәрін істеді, аянып қалған жоқ. Сондықтан да жарайсың Геннадий, азаматсың. Еліміз атын бүкіл әлемге паш етіп, өнермен елді тамсандырдың. Геннадийдің жеңістері әлі алды. Бұмен ештеңе аяқталған жоқ. Сондықтан да болашақта үлкен жеңістер, бұдан да үлкен жеңістер күтеміз. Әрине, Саулде жарады, жақсылап дайындалған екен, өткендегіден жақсы шешім шығарған екен. Және де тәуелсіздік күніне еліне жақсы мереке сыйлады. Ал ардақты ағайын, көңіл-күйлерің түспесін. Бәрі алда, бәрі жақсы болады. Альваресті құттықтаудан басқа амалымыз жоқ. Жарады, Альварес жеңіске жетті, чемпион атанды. Енді
орта салмақтың нағыз жұлдызына осы Альварес айналды. Енді үшінші жекпе-жекті күтеміз. Қос боксшы арасындағы құрметті көрермендер, барлығы да сол жекпе-жекте баяғы бәс қалпына келеді деген ойдамыз. Геннадий Головкин мінекей назарларыңызда болған Бернард Хопкинстің рекордын жаңарта алмады, соның нәтижесін қайталады. Назарларыңызға рахмет. Қазспорт арнасы, Қазақстан ұлттық арнасы қосылды болсын ағайын. Сау болыңыздар.